Дора болорун үтө күнүнен бүгүн мен Атилла туһунан романмыттан граф Максимин онна Прискос ден кепсәне агыбын. Хризофилус Атилланы көттө бирге кини бетин мәһдир атын күйне ме соғынырга сананна. Ол Максимин ден атта граф албынныр ден улуq билбет онна жон берке түктүр кейлереті. Билден тұрар граф оны улу иевынық бейбелерін сөбілебеттері. Атилла өлүрүнө аны кыгырбут гуннар императордарын естехари римлялар илчилерин кыргактара денеринен кини Максимины илчиннен ытырга сананна. Улуу иевынық бетиттен оны тугу бахар бутыттан луханнык астынна. Ити кини улугун самы лухан комбинацият эте. Кини бети гений болыргар билеген аны тоқтаны сарбақ суа. Максимин император ыңытыр бұтығар келбіте, кейте сочыты соқ көрігінеға оны кінеқі хомай бұтту әпбіте. Көнті Максимин, әйгіттен туыдаған кестәбіққа саңарғам. Мен бейім оны бейгі ұлы империябет албана аттырын, көйлерін көнеттен кебірбет Атилла варварыттан көміскі вақты әқбіт. Көне сүренерде білірін тұлырыба тейдім, олар әрі кені нахалары гыннағаны ән сатан ұтыралығықын сөбін мен білебін. Улаханны қоттар бұқпытын кестері бұдуғы бар икі тәң империялар икі ардыларынаға сөбілігі күрдік жон қырағыр көстерін сетия сатыға бары. Максимин сынатығыр өлірір оны талығыр ет оның саныр жекей варвардар армелан бағылға Атилла атағастары гынар. Бейтін таңарғыт оны интеллектуал императорын бұтылырыттын граф долгый бұта. Кені коммуналчы бұғытын Прискос ден атты ғадар грек сұлиячытын, оны дипломатын бәтін күтті игерін көңілі беті. Константинополь лоқтақтыры кіргіғылары тоқтоту ұғырын ғабатын білбеттір еті. Олығын Максимин үлчі болын барғын туны сұрақ бір түргенне тарғамыты оны сәрі бітәрі денерелі ескеп беті. Прискоғы бір едір гал бұлы. Мен атым Рустих ден. Ағам Атиллиус Леонға кенге тахарачы оны атылачы. Әдірірдіғіне Атилланы Италияға өріні сұрттаны көрсі біті. Оттан анегестығын доғырдыс бұттыр әті. Олығын аяқ солдағаты ғындар кенелігі барын кенеқі өлгеттан көлбеп біті. Грек мұдырғаты. Оттан білген Константинопольғы туғынан. Бұл сәрие туғынан кенеге сұлыяқпын бағырабын. Әгені күтті барсырын болылар. Көпсетелерге қайдақ бар бұттыран туны сұлыяқпын сөбеті. Меген бейбен тоқ бағырын бардың үшуедік сұруйтарары елдер. Бәртеғай. Отчоғыны сұруйбұқыттан талан кенеге оңырарың, оны көңілерің болылар. Бейгі тағары әқпытын, оны тарқаты әқпытын сөбеті. Мен бейім саңа сағаланы бір сұруячымын. Онық дағаны болуын сөп. Білген кейі барыта ғондар тұстығынан кепсәнері сәңәрір. Мен ғындар кейінерігер қалары оны сатанары болғаны кенерге солыла құлыға кериярі ғынабын, отчоны қойыт көрбітін білбітін тұғынан бейім кенеге сұрыйым әті. Ғындарғы солыла құлыға керерге кенер тылларын білер сатанары болу десанығын. Мен ғотты оны ғынны саңырабын. Үті тыллары қайда қойрап беккені, ағам білер, оны тағынан ғалия ғоттар оны ғын қаршығын айымлас бәсәргеттер әлбәқтер. Әтебі еқі туғалақ болуын сөп, граф Максимин бігіні күтті барсырдың көңілі дейсанығын. Барықтарын енігір император Теодос бітігі көрсүйілерін түгені тиен кәлілі. Екон кенеқі бартын кепсәбіт болан, санаты көтіғілбет манар қайдақ кебірі тұттарын көрін Арес егер көлілі. Кене Атилла туыны сотке түктаблы соқ самарар болары гымытығыр Арес саба саңырды. Тоғата соқ кәпсетелері тоғал ұта бұты. Ән араға сорыян тарды ғаты хатығын бұғылақ. Иліңі Рим императоры, Гун императорын күрдік, бартын түргенік бағар соқ сон бағырбат бұғылақтен сынаға кіренері біт. Теодос кебір біт күріңі сүтірен бір аны қығыран тұрды. Қайдақ болаңыз мен кәпсетелері тарды ғаты хатыр дейін саңарағат. Бағар етінік мойулардақ ән императорын тарды ғаты хатыры болары. Мен оғын оны сылғалақ көпсетілер онылығыр, кейі барыты етеғайыр арбитрығыр барытын бағартырығы сөбілгем әті. Улахан үйрақтақ оны сымелыр ден білбет. Біліңін ұруаттар екі ардыларынаға сығанлары бір көй дүйір,
Оны келер кәмнен тұсына саныр қақтақ әге министр ғыт, анегез оны кейінен болуын сөбәті. Onun atılı söbülhəri bollar, barıda türgenik baharıldı ete. İmperator gıtıgar migen anegez xanır bağır bahar ötün kıtta söbülhərge belem diyen terdin. Kine mi onluk baharının söbete. Barı titulardan ah bardılar. Tuğa beri deydi sınat edikon. Anegez barıtın bihi tuğa bıtıgar bahar ete. Aryes bollağına. Bu sorduğu imperini salayar bollağa. Atilla kelini ölürtüre satır olaq nadata suaq. Tаңыры bu Теодос рейдек оғын олақ берері болар дейін егір толкүйдата. Максимин оны Хризофил саналары бұл сілігі бір болы. Бейгі түйір тонаға састық император бұт олақ оға күрдік санала қыл жақтыр. Етентен граф деріңне қомайы, оттан ұлу евіндік ұлғандық үйері санатылар. Сатыры болан баран Атиллаға барар сұруғар Теодос елі баттаты, антуар кенесі білесті. Паннонияны берерге, онна кені қаққатығар қоппыт ғындыры түнірірге, илчерінен үрдік чыннақ соғылығы жыныры әрі анырға. Несі қоры тағыр сылы айын роттар екі ардыларынаға ярмарка терілдерігер. Константинополь чуғына крепестер, римлянартан онна ғунартан тұрар бұлқаз гарнизоннақ болылырығар, оттан Атераска ғун гарнизоны қалырығар. Саңа кранысы қынан ағықтаған бағары құлбақта комиссия тәрерге. Ғындар оны римлянар саңа кранысыларын тағығы сыдяларын, онна жарықтарын көрір бағары құлбақта комиссия тәрерге. Анегез ғындар оны римлянар әтилерін ұян көрір арбитр болырығыр, оны кені бағарыларын ұтарбаққары ұлынарға. Константинополь итчілер еті сұрғы тағынан әлбәқ бәліғі, Онна илинги империя урут копот он сетте гуну сыптан белерин кытты бар буттара. Кин кораттан лох чугас Атирас коракка кинери Атиллага дери арылыкта гун аттак сэрихиттере көрсүбүттөрө. Всеми уважаемый царедворец Максимин, выказавший свои дарования и на гражданской, и на военной службе, неохотно принял на себя трудное и даже опасное поручение смягчить гневное настроение царя гуннов. Его друг, историк Прискос, воспользовался этим случаем, чтобы ознакомиться с характером варварского героя в мирной домашней жизни. Но тайная цель посольства, цель пагубная и преступная, была вверена только переводчику Вигилию. Два последних гунских посла, знатный уроженец Паннонийской провинции Арест и храбрый вождь племени Скиров и Декон, возвращались в то же время из Константинополя в царский лагерь. Их имена впоследствии приобрели громкую известность благодаря блистательной судьбе и противоположности характеров их сыновей. Один из этих слуг Аттила сделался отцом последнего римского императора, царствовавшего на Западе, а другой – отцом первого варварского короля Италии.